2020 жылдың 23 маусым 10 сағат 14 минутта хабарлама түсті. Шұғыла мөлтек ауданы 7-ші үйде қою қара түтін шығуда деп. Шақыру бойынша екінші мамандырылған өрт сөндіру бөлімінен бір негізгі, бір арнайы автокөлік құрамында 7 қызметкер келді. Өрттің сыртқа барлау жұмыстарын жүргізу барысында 12 подъезді 5 қабатты тұрғын үйдің 3-ші қабатында 96-шы пәтерде қою қара түтін шығып атты. Бір газ түтіннен қорғау қызметі буыны бір оқығанмен кіру барысында асхана бөлмесінде газ плита, холодильник, кухня, гарнитур жануы анықталды. Өрт толығымен 10 сағат 34 минутта жойылды. Өрттен салдарынан 5 ересек адам, 5 жасөспірім құтқарылды және 7 адам, оның ішінде 2-і эвакуацияланды. Өрттің шығу себептері анықталуда.